Сәлем баршаға, мінеки жылдарыңызға да келіп қалдық. Уәде еткенімдей қазақшадан бастаймын. Яғни тышқан жылын айтамыз. Тышқан жылы туылған адамдар. Ол адамдар өте ақ көңіл, ашық мінезді болады. Аузын ашса жүрегі көрінетін адамдар. Любой ортаға, любой обстоятельствоға тез адаптироваться ететін адамдар. Қиын жағдайларда бір тесік тауып кететін, жол тауып кететін адамдар ғой. Яғни бұлар оңайлықпен сынып қалмайды да, түсіндіңіздер ма? Неге сағы сынып қалмайды? Өте гибкий адамдар ғой, гибкость бар. Любой адаммен араласып кете алады. Таныстары өте көп болады бұлардың. И любой адаммен араласқанды, әңгімелескенді жақсы көреді. Ақшаға келгенде бір үнемдегіш адам сияқты, бір үнемдеп, бір жинап жүреді да ақшаны, и бір күнде батыс ана ақшаны шаш жере салатын мінездері бар. Шаш жергенде в основном өзіне және өзін жақсы көретін адамдарына шаш жеретін мінездері бар. Өздерінше бір жинағысы келеді, ақшаны жинайтынына жинайды да, бірақ бір күні срываться етеді да, өзіне керек нәрсенің бәрін алып алатын мінездері бар. Өзіне және өзінің семьясына комфорт создавать етеді, ақшаны жақсы табады, любой жұмысқа төтеп бере алады, любой жұмысты істей алатын адамдар. Ауыртпашылық олар үшін салмақ емес. Махаббатқа келгенде влюбчивость бар, енді қазақша қалай айтсам екен, тез ғашық болып қалатын нелері бар, мінездері. И махаббатқа адал болады, махаббаты үшін көп жертваға баратын адамдар. Милары қатты істейді, керек десеңіздер бір тығырықтан шығу үшін хитрості да қосады, хитросттары да бар, жылдамдықтары да бар мінездерінде. Достыққа келгенде пайдасы бар адамдармен дос болғанды жақсы көреді, и ешқашан қысылмайды көмек сұраудан, көкіректіктері жоқ вообще. Көмек қажет болса достарынан көмек сұрай салады, и өздерінің де көмегін аямайды.